Бірінші есепке қараймыз. Бірінші есепте сіздерде есептеңіз дейді. Барлығын негіздерін бірдей қылып келтіріп аламыз 3-ке. 3-дің 0 дәрежесін жазып қояйын. 9 деп отқандарыңыз 3-дің квадраты. Оның -6 дәрежесі. 27 деп отқандарыңыз 3-дің кубы -5 дәрежесі. 3-дің 3 дәрежесі. Енді кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Жақшаның сыртында тұратын болса, екеуі көбейтіледі сіздерде. 2 мен -6, -12. 3 пен -5 сіздерде -15 болады. 3-дің 3 дәрежесі деп жазып қояйын. Енді сіздерде көбейтіліп тұратын болса, негіздер бірдей болатын болса, екеуінің дәреже көрсеткіштері қосылып кетеді. 3-дің -15 қосылған 3 сіздерде -12. 3-дің -12 дәрежесі. Енді екеуін қысқартып жіберсеңіздер болады, 1-ге тең болады. Немесе 3-дің -12 дәрежесі азайтылған -12. Минус пен минус сіздерде плюс болады да, -12 плюс 12 ол сіздерде 3-дің 0 дәрежесі. 3-дің 0 дәрежесі деп отқандарыңыз 1-ге тең. Біріншісі сіздерде е жауабы болады екен. Екінші сұрақ, бір мүшені көп мүшеге көбейтіңіз дейді. Жақшаны ашасыздар. Мынаны екеуіне де көбейтуге міндеттісіздер, біреуіне ғана көбейтіп қоймаймыз. 3-дің өзін жазып қоямыз, n-ның дәреже көрсеткіштері негіздер бірдей болып тұрғандықтан қосылып кетеді. m-ның өзін жазып қоямыз, n-ның 2 дәрежесіне 5 дәрежесін қосатын болсаңыздар 7 дәрежесі болады. Бұл сіздерде с жауабы болып тұр да. Екінші сұрақта с жауабы болады екен. Үшінші сұрақты қараймыз енді. Қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадрат. 1-дің квадраты сіздерде 1-ге тең, сондықтан 1 минус m, а минус b, а плюс b. 1 плюс m. m-ді үстіне жазып қоямыз. Плюс 1 бөлінген 1 плюс m. Ортақ бөлімге келтіресіздер. Ортақ бөлімі сіздерде 1 минус m, 1 плюс m. Толықтауышына біз 1-ден береміз. Мынаны толықтауыш сіздерде 1 минус m болады. m плюс көбейтетін болсаңыздар 1-ді, бәрібір өзі шығады. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда 1 бөлімде 1 азайтылған m квадрат. Бұл деп отқандарыңыз в жауабы екен. Үшінші сұрақта в жауабы болады екен. Төртінші сұраққа қараймыз. Төртінші сұрақта сіздерде нені табу керек? Түбірден шығарасыздар. Мынау квадратымен мынау сіздерде жойылып кетіп 16-ның өзі қалады. 144 сіздерде 12 болып шығады. 1/2-ның квадраты сіздерде 1/144. Плюс 9-дан 3, 16-дан 4 шығады. 16-дан 1/2-ны азайтатын болсаңыздар сіздерде 14/8. Оған 4-тен 3 деп отқандарыңыз 0,175. Енді екеуін қосатын болсаңыздар 15,155 шығады. Бұл деп отқандарыңызда в жауабы екен. Бесінші сұраққа келеміз. Көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Мынау көп кездеседі формуласын. Еске түсіріп алыңыздар. Бірінші нұсқада көрсеткем сіздерге. Плюс bx плюс c. А-ны жақшаның сыртына шығарып жібересіздер де x азайтылған x1, x азайтылған x2. Енді мына жерде ветпен шығара салғандарыңыз тезірек болады. X санының көбейтіндісі қандай? X санының көбейтіндісі 48-ге тең. Әрине 6 мен 8. Алдында минусы бар. Минусты қайда қоямыз? Екеуін қосқан кезде плюс 2-ге тең болу керек. Сондықтан минус таңбасын біз кішісінің алдына қоямыз. Мынаның өзін жазып қойын. X квадрат минус 2x минус 48. А деп отқандарыңыз 1-ге тең. Оны жазбай қойсаңыздар болады. X бірінші мүшесі бізде минус 6, ол минус пен плюс болып кетеді. Екінші түбірі сіздерде x минус 8. Бесінші сұрақтарда сіздерде в жауабы дұрыс болады екен. Мынау формуламен берілген параболаның төбесінің координаталары дейді. Бұл формуланы да жақсылап еске сақтаймыз. Б деп отқандарыңыз. Енді төбесі деп отқанмен т деп белгілеп қойын. mn. Енді онда m деп белгілейінді. Минус b бөлінген 2a формуласы. b деп отқандарыңыз мына жерде 0-ге тең. ax квадрат bx болу керек. Яғни b-мыз 0-ге тең. 0 бөлінген кез келген санды 0-ді кез келген санға бөлетін болсаңыздар 0-ге тең болады. n-ді табу үшін арнаулы формуласы бар, бірақ мынау
м деп отқандарыңыз x-қа тең, мына орнына қойып жібересіздер. Так, 2-ні 0-дің квадратына, мынау x-ның орнына келіп қойып жатырмыз 0-ді. Азайтылған 1. Ол деп отқандарыңыз минус 1-ге тең. Сонда төбесінің координаты сіздерде 0-де минус 1 екен. Ол деп отқандарыңыз бізде Д жауабы болады, да? Жетінші сұраққа келеміз. Екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеуді анықтаңыз дейді. Біріншісі екі айнымасы бар, x және y бар, бірақ бұл бірінші дәрежелі теңдеу, ол сызықтық теңдеу. Екіншісінде x қана бар екен, ол екі айнымасы жоқ. Үшіншісінде де сызықтық теңдеу, екі айнымасы бар болғанмен, төртіншісінде де сіздерде сызықтық. Жауабы Е болады. Y және x бар, екі айнымасы бар, екінші дәрежелі, яғни сызықтық емес. Мынау сіздерде n факториал. Ол деп отқандарыңыз 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 5, 6. 120, 120-ны 6-ға көбейтсеңіздер 720 болады. С жауабы болады екен. Төртінші мүшесін табыңыз дейді. Мынау n-нің орнына келіп 4-ті қойып жібересіздер. 4-тің квадраты минус 4. 16-тан 4-ті азайтатын болсаңыздар, 12-ге тең болады. Бізде Е жауабы болады екен. Жәшікте 1-ден 10-ға дейінгі сандар жазылған 10 нөмірленген шар бар дейді. Бір шар алынады. Алынған шардың 2-ден аспауының, енді ықтималдықтың классикалық формуласын білесіздер. n бөлінген n. Барлығы бізде 10 шар. n деп отқандарыңыз барлығы. Сұрап отырған бізде 2-нің өзі кіреді. 2 шардан аспау керек. Онан 2 деп отқандарыңыз 0,10-нан 2 болады. А бөлімі бітті, барлығы 1 балдан. Б бөлімі бізде күнделікті жазып жүрген бұл жобаларыңыз сияқты. Біріншісіне қараймыз, параболаның төбесінің координатасын анықтаңыздар дейді. Так, асы сонда сіздерде м деп отқандарыңыз минус b бөлінген 2а. Минус 4 бөлінген 2 көбейтілген минус 2. Таңбаға мұқият боламыз. 4-ті минус 4-ке, минус 4 минус 4-ке бөлетін болсаңыздар, плюс 1 болады. Енді n-ді табамыз, 1-ді әкеп орнына қойып жүресіздер. Минус 2-ні 1-дің квадратына көбейтесіздер. Минус 2, плюс 4 минус 3. 4-тен минус 1 болады, да? Сонда сіздерде төбесінің координатасы бізде 1 және минус 1-ге тең. В-ға келейік. Параболаның өсін анықтаңыз дейді. Яғни симметрия өсін сұрап жатыр. Ол деп отқандарыңыз мынау x-дің мәні, яғни m-нің мәні. X деп отқандарыңыз m-ға тең. Ол деп отқандарыңыз 1-ге тең болады екен. Симметрия өсі бізде 1-ге тең болады. Так, С. Координаты өстермен қиылысу нүктелерін табыңыз дейді. Так, онда біз x өсімен, y өсімен қиылысу нүктесін табу үшін, біз x-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Орындарына қойып жібересіздер. X-ның орнына 0-ді. Минус 2-ні 0-ге көбейтсеңіздер. Сразу шығарып жіберейік. Минус 2, 0, мына жерде 0, минус 3-ге тең болады. X-іміз, y-іміз минус 3-ге тең. Сонда y өсімен қиылысу нүктесі x 0-ге тең болғанда, y минус 3-ге тең деп жазып қоясыздар. Енді біз x өсімен қиылысу нүктесін табуымыз керек. X өсімен қиылысуын табу үшін біз керісінше y-ті 0-ге тең деп аламыз. Минус 2x квадрат плюс 4x минус 3 тең болады 0-ге. Дискриминантпен табамыз. 16 минус 4, жазайын да мен. Минус 2, минус 3. 8. Мына жерде таңбасы минус болып кетеді. Минустан шығады екен, мына жерде минустан шығады. Кіші 0-ден. Яғни дискриминантымыз кіші болып қалатын болса, онда x өсімен қиылыспайды дейсіздер. X өсімен қиылыспайды. Дискриминантымыз 0-ден кіші болып қалды, яғни түбірлері жоқ. Енді бізге табу керек d-да x минус 1-ге тең болған кезде y-дің мәнін табыңыздар дейді. Минус 1-ді әкеп, мынаны x-дің орнына әкеп қоямыз. Минус 2-дің өзін жазып қоясыздар. Минус 1-дің квадраты 1-ге тең. Мынаны минус 1-ге көбейтетін болсаңыздар, минус 4, минус 3. Минус 8, минус 6,
минус 9 бола ма? Так, дұрыс та, минус 9-ға тең болады екен. Так, минус 2, минус 4, минус 3, минус 9-ға тең. Так, функцияның графигін салыңыз. Енді мынаны бірдей кесінділерге бөліп алайық. Так, мынау x өсі, мынау y өсі болсын. Минус 1, минус 2, так, 1, 2, 3 деп қойын. 1, 2, 3 деп қойын. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Так, бізде координаты төбесін анықтап алдық. 1-де минус 1. 1-де минус 1 деп отқандарыңыз мына жерде жатыр. Так, бұл параболаның төбесі. Так, енді сразу айтсақ болады, мына жерден параболаның тармағы төмен қарайды. Өйткені мынау x квадраттың алдағы коэффициент теріс сан болатын болса, параболаның тармағы төмен қарап қалады. Егер де оң сан болатын болса, жоғары қарай кетеді. Y өсімен 0-де минус 3-те қиылысады. Мынау сіздерде симметрия өсі болғандықтан x тең 1 деген түзу, мына жатқан түзу симметрия өсі. Сондықтан келесі жағынан ол симметрия болады. Парабола деп отқандарыңыз мынандай симметриялық фигура болады. Так, ол жақсы. Бұл деп отқандарыңыз берілген функцияның графигі. Енді өсу кему аралығын жазыңыз дейді. Так, еде графигін салдық. Біз f-та өсу. Енді сіздер сөзбен жазып қойыңыздар. Минус шексіздіктен қай жерге дейін? 1-ге дейін. Ол өседі. 1-ден плюс шексіздікке дейін ол кемиді. Жауабы солайынан жазып қойасыздар. 12-ші есепке келеміз. Шебер мен шәкірт бірге жұмыс жасай отырып, тапсырманы 3 сағат ішінде орындай алады. Егер шебер шәкіртінен 8 сағат артық жұмыс жасаса, онда олардың әрқайсысы осы тапсырманы қанша сағат? Енді біз айнымалы арқылы белгілеп алайық. Шеберді мен x деп алайын. Так, шәкіртін y деп алайын. Так, енді біз жұмысқа байланысты. Олар бір жұмысты атқарды. Екеуі бірге жұмыс жасаса, ол 3 сағат ішінде жасайды дейді. Бірге жасай отыр. Яғни екеуі 3 сағатта білдіреді. Және де шебердің уақыты тең болатын еді шәкірттің уақытымен. Егер де шәкірт 8 сағат көбірек жасайды болса, яғни қосып жібересіздер. Енді мынаны біз алмастыру тәсілімен шығарып жүреміз. X-ның орнына әкеліп, мынаны қойып жібересіздер. 1 бөлінген y плюс 8 плюс 1 бөлінген y. Так, мына 3-тен 1-ді келесі жаққа өткізіп жіберейін. Тең болады 0-ге. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі сіздерде 3y плюс 8 толықтауыштарын жазып аламыз. Маған 3y-тан, мына жерге біз y плюс 8 көбейтілген 3. Мынадан толықтауышы бізде. Енді сразу көбейтіп жазса, не болса y плюс 8 деп жазып қойын. Көбейтеміз 1-мен. Мынаны көбейтесіздер. Қосылған жақшаны ашып жіберіңіздер. 3y плюс 24. Таңбаға мұқият боламыз. Минус y. Мына жерде минус әсер етеді. Минус 8y. Мына жерде y квадратта y пен y-ті көбейтетін болсаңдар. Сразу жақшаны ашып жіберіп. Тең болар 0-ге. Бөлімі сіздерде y 0-ге тең болмау керек. Мүмкін мәндер жиыны және де минус 8-ге тең болмау керек. Ол түбірлер шығатын болса, онсыз да минустан алмайсыздар. 0-ге тең бола алмайды. Мүмкін мәндер жиынын жазып қоямыз. Сосын енді мыналарды ұқсас мүшелер біріктіріп жіберіңіздер. Минус y квадрат. Минус 8y плюс 6 ол сіздерде минус 2y болады. Плюс 24 тең болады 0-ге. Енді мен минус 1-ге көбейтіп жіберейін, немесе минус 1-ге бөліп жіберейін. Минус 1-ге көбейтетін болсаңыздар, онда y квадрат плюс 2y минус 24 тең болады 0-ге. Енді бетпен шығарғанымыз тиімдірек болады. Неше 4 пен 6-ның көбейтіндісі бізде 24-ке тең. Минус 24 болу керек. Көбейтсеңіздер минус 24, қосқан кезде минус 2-ке тең болу керек. Онда таңбаны біз үлкеннің алдына қоямыз. Енді біз теріс түбірін алмайсыздар, мынау жауабы бола алмайды. Шәкіртінің сонда 4 сағатта жасайды екен. Ал шебер неше сағатта жасайды? Шәкірті 4 сағатта жасайды екен.
Так, шебер. Ол сіздерде осыған 8 сағат қосып жүресіздер. Яғни 12 сағатта жасап бітіреді деп жауабын жазып қойасыздар. 13-ші есепке келеміз. Келтіру формулаларын қолданып өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді көбіміз ширектерден шатасып жатамыз. Синус. Егер де пи сосын 2пи дейтін болса, мынау өзгермейді. Синустың өзін жазып қоясыздар. Таңбасын қана анықтаймыз. Так, мына жерге жазып қойайын, мен қысыммен жазайын да, сіздерге жақсырақ көріну үшін. Так, ширектер. Мынау сіздерде 0 градус, мынау пи бөлінген 2, 90 градус. Мынау деп отқандарыңыз сіздерде пи 180, мынау 3пи бөлінген 2, 270 градус. Егер де мынау жоғарғы жағында және төменгі жағында тұратын болса, онда сіздерді ауысады. Мынау синус, косинус. Ал пида тұратын болса, онда сіздерді ауыспайды. Вот осыны ескеріңіздер. Так, синустың таңбалары қандай болады? Синустың таңбасы бірінші ширек пен екінші ширекте ғана. Мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, сағат тіліне қарама-қайшы, мынау төртінші ширек. Бірінші ширек пен екінші ширекте ғана плюс, үшінші және төртінші ширектерде таңбасы минус болады. Ал косинустікі. Так, тек қана бірінші және үшінші ширектерде оныкі, бірінші және төртінші ширек. Так, ол катангенс пен тангенс. Бірінші және төртінші ширекте оның таңбасы плюс. Қалған екі ширекте минус. Ал тангенс пен катангенс ол сіздерде бірінші және үшінші ширекте оның таңбасы плюс. Мына екі ширекте ғана. Плюс. Қалған ширектерде минус. Мына екі ширек. Тангенс пен катангенс. Так, ең жақсы. Пи қосылған альфа дейді. Яғни мынаған бір сүйір бұрышты қосып жіберетін болсаңыздар, ол үшінші ширекке келіп түседі. Онда бізде таңбасы қандай екен? Одан минус екен, алдына минус таңбасын қоямыз. Так, енді катангенсті қарап алайық. Катангенс пи азайтылған альфа дейді. Так, пи дейтін болса өзгермейді, катангенстің өзін жазасыздар. Енді таңбасын анықтаймыз. Екі-ақ сұраққа жауап береміз. Болды. Пи азайтылған дейді. Мынадан азайтып тастайтын болсаңыздар, ол қай ширекке дейді? Екінші ширекке дейді. Екінші ширекте катангенстің таңбасы қандай? Минус екен, алдына минус таңбасын қоясыздар. Так, косинус пи бөлінген 2 азайтылған альфа. Мына жерде пи бөлінген 2, 3пи бөлінген 2 деп тұратын болса, онда өзгереді. Косинус синусқа өзгереді. Синус косинусқа, тангенс катангенсқа, катангенс тангенсқа өзгереді. Так, енді таңбасын анықтаймыз. Пи бөлінген 2 азайтылған альфа дейді. 90 градустан азайтсаңыздар, ол бірінші ширек. Бірінші ширекте бәрінің таңбасы плюс болады. Енді осыларды біз жазып алайық орнына. Минус синус көбейтілген минус катангенс. Так, сосын бөлімінде сіздерде синус. Так, мұны екеуі қысқарады, мынау минус пен минус плюс болып кетеді. Сонда катангенс альфа ғана болады екен. Жауабына катангенс деп жазып қоясыздар. Арифметикалық прогрессияның айырымын табыңыздар дейді. Так, бізде жетінші мүшесі берілген. Айырымын табу үшін екінші мүшесіне 5 айырымын көбейтіп жібересіздер, жетінші мүшесін табу үшін. Енді біз не істейміз? Орындарына әкеліп қоя саласыздар. 27, екінші мүшесі 7-ге тең, қосамыз 5-ді. Так, 27-тен мынау келесі жаққа өтетін минус бен 20 болады. 5-ді. Д деп отқандарыңыз неше? 20-ны 5-ке бөлесіздер, 4-ке тең болады екен, болды. Так, бірінші мүшесін табыңыз дейді. Енді айырымын тауып алдық, бірінші мүшесін табу күрделі емес. Екінші мүшесін табу үшін бірінші мүшесіне бір айырымын қосып жібересіздер. Сонда екінші мүшесі деп отқандарыңыз 7-ге тең. Бірінші мүшесін табуымыз керек, айырымы деп отқандарыңыз 4-ке тең. Сонда бірінші мүшесі нешеге тең болады? Так, 7-ден 4 азайтасыздар, 3-ке тең болады екен, болды. Так, С. Арифметикалық прогрессияның 17-ші мүшесін, яғни 17-ші мүшесін табу формуласын жазып қоямыз. Бірінші мүшесіне сол сұрап тұрған ең соңғы мүшесін қосасыздар, 12-ге бөлеміз, оны 17-ге көбейтесіздер. Енді бізге 17-ші мүшесін табу алуымыз керек. 17-ші мүшесін табу алу үшін 7-ші мүшесіне неше даны қосамыз? 10 даны қосып жібереміз. Вот, мына жерде қасиетін дұрыстап қараңыздар. 7-ші мүшесі 27-ге тең. Так, 10-ды деп отқандарыңыз, 10-ды 4-ге көбейтесіздер. 27-ге 40-ты қосатын болсаңыздар, 67 болады. Енді орындарына әкеліп қоя саламыз. Бірінші мүшесі бізде. Так, бірінші мүшесі 3-ке тең. Так, оған 67-ні қосамыз, 12-ге бөлесіздер, оны 17-ге көбейтеміз. Так, мұны екеуі сіздерде 70-ді 2-ге бөлетін болсаңыздар. 35-ді 17-ге көбейтіп, жауабын комментарийға жазып кетіңіздер.
Осы 14-ші сұрақтың жауабы деп комментарийға жазып қоясыздар. Келесі есепті шығарамыз. Енді мынаны алдыңғы нұсқада біз алмастыру тәсілімен шығарып көрдік. Осы нұсқада біз не істейік? Қосу тәсілімен шығарып көрейік. Екеуінің коэффициенттері әртүрлі болып тұр, және де бірдей болып тұр, да? Таңбалар қарама-қарсы болып тұр. Екеуін қосып жібереміз. X қосылған x квадрат қосатын болсаңыздар, мұны екеуі қосылатын болса, 0-ге тең болып кетеді. Минус 8 плюс 14. Енді жазып қоямын сразу. Енді мынаны ақшамдап жазып алайын дұрыстап. Плюс x. Мынау сіздерде 6 келесі жақ өтетін болса, минус 6 болады, тең болады 0-ге. Бұл мынау квадрат теңдеу дискриминантпен шығарсаңыздар болады. Немесе оңайы бізде вет атамыз не дейді? Мынау екі түбірдің көбейтіндісі минус 6-ға тең болды. Яғни 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Минустан басқа қайда қоямыз? Қосындысы минус 1-нан қарама-қарсы болу керек. Минус 1-ге тең болады. Вот, яғни минус 3-ге 2-ні қосатын болсаңыздар, минус 1 жақсы. Енді біз x1 мен x2-ні тауып алдық, енді y-ді таба аламыз. Мынаны келесі жаққа өткізетін болсаңыздар, y болады. Мынаны келесі жаққа өткізетін болсаңыздар, x плюс 8. Вот, сонда y1 мен y2-ні де таба аламыз. y1 сіздерде 2-ге 8-ді қосып жібересіздер. 10, y2-ні табатын болсаңыздар, минус 3 плюс 8, ол сіздерде 5-ге тең болады. Жауабын жазып қоямыз. Жауабы 2-де 10, және де минус 3-те 5. Келесі сұрақ. С-ның қандай мәнінде мынау берілген функцияның жалғыз түбірі болады дейді. Теңдеудің жалғыз түбірі болады дейді. Енді дискриминант 0-ден үлкен болса 2 түбірі, дискриминант 0-ден кіші болатын болса түбірі болмайды. Дискриминант 0-ге тең болған кезде сіздерде теңдеудің бірақ шет түбірі болады. Яғни мынау дискриминанттың формуласын жазып қояқты. В квадрат азайтылған 4ac. В квадрат, яғни минус 4-тің квадраты сіздерде 16 азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген c. Тең болады нешеге? 0-ге тең болады. Минус 12c, мынау келесі жаққа өтсе минус 16, c-мыз нешеге тең болады? Минус 16-ны минус 12-ге бөлесіздер. Сонда сіздерде 4-ге қысқартатын болсаңыздар 3-тен 4, ол деп қандарыңыз 1,3-тен 1. Жауабына жазып қойсыздар, жауабы c тең болады 1,3-тен 1 деп. Мынау сандардың ең кішісін табыңыз дейді. Енді мына түбірдің астына енгізіп жіберуіміз керек. 4-ті 39-ға көбейтесіздер. 148, сосын 12 деп отқандарыңыз түбір астында 144. Мына 9, 3, мынаның астына 9 болып кіреді. Сосын 17-ге көбейтесіздер. Мынаны сіздер өздеріңіз шығара аласыздар. Барлығын түбірдің астына енгіземіз, тек қана ескеруіміз керек. Мынау 2, 2-ні көбейтпейсіздер. Ол түбірдің астына кіргенде 4 болады. Соның ішіндегі ең кішкентай сан осы есептің жауабы болады. Бұның да жауабын комментарийға жазып қойыңыздар. 17-ші есептің жауабы деп шығарып жауабын жазып қойыңыздар. Мынау сан тізбектей орналасқан екі натурал сан. Енді 148. Жоқ, шамамен сіздерде қанша шығады? 12,1 деген санды. Оны қалай шығарып атамыз? Ол деп отқандарыңыз, енді 12-нің квадраты сіздерде түсінікті 144 түбір астындағы мен, сосын 148 арасында жатыр. 13-нің түбір астына алсаңыздар, 169 квадрат жасаңыздар. Сонда ол 12 мен 13-тің арасында жатыр екен. Мына бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Екеуінде түбір астында 2-ге көбейтіп жібересіздер. Түбір астында 2-ге, мынанда түбір астында 2-ге көбейтеміз. Мына екеуі сіздерде 2 болады. 16 түбір астында 2, қарып 8 түбір астында 2 деген жауап табады екенсіздер. Берілген сандардың қатарынан таңдама ауқымы, модасын, медианасын, орта мәнін ауытқуын табыңыздар дейді. Жақсы. Алдымен не істеп алуымыз керек біз? Алдымен біз өсу ретімен жазып алайық, ең кішкентайынан бастап. 3,8, сосын
6,4. Так, сосын 6,8. Сосын 7,2. 7,2. Так, таңдама ауқымы дейді. Яғни өзгеріс ауқымы. Так, жазып қояйын. Таңдама ауқымы. Так, ең үлкен ең кішіні азайтасыздар. 7,2-ден 3,8 азайтамыз. Ол деп отқандарыңыз. Так, 4. 3,4-ке тең болады. Так, модасы. Модасы деп отқандарыңыз ішіндегі ең көп кездеседі. Қайсысы бізде? 7,2. Так, медиана. Медиана. Так, медиана деп отқандарыңыз біздерде ең ортасында орналасқан. Ол бізде 6,8. Так, енді мына жерде орта мәнін ауытқу деп қойыпты. Енді сіздерде арифметикалық ортасын сұрап тұрған шығар енді. Арифметикалық ортасын қалай тауып едіңіздер? Барлығын қосасыздар. Неше болса сол санға бөліп тастайсыздар. Барлығын қосасыздар, сосын неше сан тұр бізде? 5 тұр, соған бөліп жүресіздер. Болды, ол күрделілік сіздерге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Келесі, енді ауытқу деп тұрған жоқ, алдыңғы нұсқада сіздерде арифметикалық орта деп тұрды. Сондықтан бұл жерде арифметикалық ортасын сұрап тұрған болу керек деп ойлаймын өз басым. Келесі есепті қараймыз енді. Мынау теңсіздіктер жүйесін шешеміз дейді. Біріншісі 2х квадрат минус 5х плюс 2. Так, 0-ге теңестіріп аласыздар. Сосын дискриминант арқылы төрін табамыз. Так, 25 азайтылған 16-да. Ол деп отқандарыңыз 9. Так, x1 мен x2-ні табатын болсаңыздар. Так, 5 плюс минус 3 бөлінген неше? 4-ге. Так, 8 4-ке бөлсеңіздер 2. Так, 2-ні 4-ке бөлсеңіздер 0,5-ке тең болады. Енді осыны интервалдармен салып қоясыздар. Так, екеуі де боялмайды. Так, егер де мынау артық немесе тең дейтін болса боялады. Мынау жай ғана тұратын болса, онда боялмайды. Осыны ескеріңіздер, жай жақша болады, боялмаса. Ал боялса, тік жақша болады. Так, мына жерде 0,5. Мына жерде 2 таңбалар қандай? Бізде мән беріп анықтап қойсаңыздар, плюс, минус, плюс. Бізге керек қандай жағы? Плюс жағы. Біріншісін анықтадық. Екіншісін көбі қателесіп 0-ге теңестіріп жатады. Мынау сызықтық болғандықтан 0-ге теңестірмей қойыңыздар. Сандарды бір жаққа жинаймыз. Так, қазір мен жерге жазып алайын да. Так, жай ғана 3 екен. Сандарды бір жаққа жинаймыз. Так, плюс 1, ол сіздерде 4. Сонда x-іміз нешеден артық болады екен? 1-ден артық болады екен. Так, болды. Мынаны айдалаға салып қоймаңыздар. Мынаны тура астына саласыздар. 1 мына жақта жатпайды, мына жақта жатпайды, тура ортасында жатыр мына жерде. Енді ортасы деп айтпай қояйық. Осы маңайда жатады. 1-ден үлкен сандар. Ол тік жақша болады сіздерде. Енді екеуінің де боялып жатқан бөлігін аласыздар. Екеуі де сіздерде 2-ден плюс шексіздікке дейін деген жерде боялып жатыр. Жауабын жазып қоясыздар. 2-ден плюс шексіздікке дейін деп. Так, 20-шы есеп. Біріншісі бізде а квадрат минус б квадрат. Яғни 25 деп отқандарымыз 5-тің квадраты. Сонда а минус б, яғни x минус 5, x плюс 5. Бөлімінде сіздерде x. Мынау бөлініп тұр, сондықтан біз не істейміз? Керісіне көбейтіп жібересіздер бөлшек сандарды. Бір-біріне бөлген кезде. X-ның 4 дәрежесі үстіне кетеді, сонда мынадан x квадрат ұқсас мүшенің жақшаны сыртына шығарсаңыздар, x плюс 5 қалады. Енді қысқартатындарын қысқартып жібересіздер. Мына екеуі қысқарады. Мына екеуі қысқарады, мына жерде 1 қалады, мына жерде не қалады? X-ның квадраты қалады. X-ның квадраты мен X тағы да қысқарады, мына жерде X қалады. Сонда X минус 5 қана қалады. Осы түрінде қалдырсаңыздар болады, немесе жақшаны ашып жазып қойсаңыздар да қате болмайды. Жақсы, бүгіндікке осы. Группаға тіркеліңіздер, сосын достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Және де